Баршаға салем достар, сіздер мен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Геннадий Головкиннің шаршы алаңға қашан оралатыны белгілі болды. Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин келесі кездесуін алдағы жарты жылдың ішінде өткізу мүмкін. Бұған дейін Головкиннің орта салмақта ВБА нұсқасы бойынша рейтингте бірінші тұрған кубалық боксшы Эрисланди Лармен жекпе-жек өткізу келісім бергені айтылады. Комитет ұсынысты қанағаттандырды. Егер Головкин Канелоны жеңгенде 5 күннің ішінде 23 қыркүйекке дейін қай салмақтағы белбеуін қорғасы келетінін айтар еді. Енді ол орта салмақтағы белбеуін қорғайды. Ал міндетті қарсыласы Эрисланди Лара екі боксшыға 120 күнға дейін уақыт берілді. Осы уақытта олар жекпе-жек туралы келісімге келу керек, деп жазады дерек сөз. Промоутер Головкинге Ресейде жекпе-жек ұйымдастырып бермек. Танымалы ресейлік промоутер Владимир Хрюнов орта салмақта ВБА және ИБФ белбеулерін егері қазақстандық Геннадий Головкинге Ресей жерінен жекпе-жек ұйымдастырып беруге дайын екенін айтты. Хрюновтың айтуынша, ол РЕН-ТВ арнасында бокс кешенінде Головкин мен Мартин Мюррей арасындағы айқасты ұйымдастыруға дайын екен. Головкин қандай шешім қабылдаса да, мен оған қошемет көрсетіп күтетін боламын. Мысалы, Мәскеуде немесе Қазақстанда соңғы айқас өткізсе, Головкин бұған лайық. Келесі жылы Геннадий Головкиннің жекпе-жегін Ресейде өткізу туралы жоспар бар. Жуырда мен бұл туралы РЕН-ТВ арнасының басшыларымен сөйлесемін. Қарсылас, бұл мәселе аса маңызды емес сияқты. Бірақ мен Мартин Мюррей туралы ойладым, деді Хрюнов чемпионат порталына берген сұхбатында. Айта кетейік, Головкин 18 қыркүйек күні Лас-Вегас қаласында өткен жекпе-жекті Канелодан торшілер шешімі бойынша жеңілді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Лайк басып, подписаться болуды ұмытпаңыздар.